Бәріңе сәлем, сіздермен мәңгілік футбол арнасы. Өздеріңізге кезекті футбол жаңалықтарын ұсынамыз. Бүгінгі шығарылымда көретіндеріңіз: Барселона Холланд келмеген жағдайда екі ойыншы алмақшы. Левандовскийдің орнын кім басуы мүмкін? Иско қайда кетеді? Осы секілді жаңалықтарға шолу жасап, видео соңында Чемпиондар лигасы аясында өткен Манчестер Юнайтед пен Атлетико Мадрид арасындағы ойын жайлы сөз қозғаймыз. Душан Влахович өзінің Ювентус сапындағы Чемпиондар лигасындағы алғашқы голын соқты. Бұл үшін ойыншыға 32 секунд қана керек болды. Вильярреалмен орын алған бұл ойында серб шабуылшысы алаңға шыға сала рекорд жаңартқан. Яғни Ювентус тарихында Чемпиондар лигасындағы алғашқы кездесуінде гол соққан екінші ойыншы. Бұл рекордты ол 22 жасында орнатты. Еске салсақ, Влахович осы қыста Ювентуске Флорентинадан ауысқан болатын. Ресей мен Украина арасындағы шиеленіскен жағдайға байланысты УЕФА Чемпиондар лигасының финалы Санкт-Петербург қаласынан ауыстырылды. Финалды өткізуге Барселона, Мюнхен, Париж секілді қалалар үміткер. Жаңа гол соғатын машина Себастьян Алле. Сәтсіз маусымдардан соң Вест Хэмнен кетіп Аяксқа келген соң бұл ойыншыны тоқтату қиын болып тұр. Бабы мен бағы бірге шапқан 27 жастағы шабуылшы Чемпиондар лигасындағы алғашқы маусымында бірнеше рекорд орнатып тастады. Топтық кезеңде 10 гол соғып көзге түскен ойыншы Бенфикаға қарсы ойында да гол соқты. Себастьян Алле тақырыбынан алыстамаймыз. Бавария клубы Роберт Левандовскийдің орнына осы Аллені қарастырып отыр. Левандовскийдің ойыны тәп-тәуір, бірақ уақыт өзінікін алады. Сондықтан буын алмасу кезеңі болу керек. Бұл жағдай Левандовскийдің өзіне де қолайлы болып отыр. Польшалық шабуылшы мансабын Реалда әдемі аяқтағым келеді деп айтып жүр. Солай болуы мүмкін, егер Реалда осы ойыншыға орын табылса. Испаниялық Исконың корольдік клубтан кеткен соң қай футбол командасына баратыны белгілі болды. 29 жастағы жартылай қорғаушы осы жазда мадридтіктермен келісім шарты аяқталған соң Севильяға бармақшы. Севилья Исконы тегін қатарларына қосады. Тарихқа көз жүгіртсек, Иско Реал сапына 2013 жылдан бері доп теуіп келеді. Биылғы маусымда 8 ойынға қатысып 1 гол соқты. Дәл осы Севилья Барселонаның қорғаушысы Клеман Ланглені де қатарларына қосқысы келеді. Бірақ бас бапкер Юлиан Лопатеги трансферді кейінге қалдырып отыр. Бапкер француздың тұрақтылығына күмәнмен қарайды. Лангле осы маусымда 12 ойынға қатысып 1 ассист жасаған. Бұл ойыншының Барселонамен келісім шарты аяқталуына әлі 4 жыл бар. Сондықтан Севилья асықпайды. Мбаппенің анасы баласына Парижде қалуды ұсынып отыр. Айта кетсек, осы маусымда Мбаппенің PSG-мен келісім шарты аяқталады. Осыған орай мадридтік Реал өз қатарларына Мбаппені тегін алғысы келеді. Анасы Файзо Ламари Мбаппеге осыған дейін де PSG-да қалуды ұсынып жүрген. Оның айтуынша, Парижде қалса француз футболына жақсылық жасаған деп есептейді екен. Оның үстіне мамасының клуб директорымен және президент Насермен ара қатынасы жақсы. Каталониялық Барселона Холландты осы жазда қатарларына қоса алмаған жағдайда оның орнына 2 ойыншы алғысы келіп отыр. Ол 2 футболшы да Испания лигасында доп теуіп испандық футболға төселген десек болады. Бірі Реал Сосьедадтық Александр Исак болса, екіншісі француз Жюл Кунде. Барселонаның бұлай сақтануына бірнеше себеп бар. Мысалы, қазір Холландқа қызығып отырған Реал, Бавария секілді қаржылай жағдайы жақсы клубтар бар. Оның үстіне Мбаппе Реалға келмеген жағдайда Реал басшылығы Холландқа бүкіл ақшасын беріп болсын алуы мүмкін. Манчестер Юнайтед Чемпиондар лигасында 500-ші голын соқты. Бұл нәтиже Атлетикоға қарсы матчта тіркелді. Ойынның өзінде есеп 1-1 аяқталғанымен басымдылық мадридтік Атлетикода болды. Келесі матч Манчестерде болады. Бірінші болып алаң иелері Атлетико гол соқса, ойынның 80-ші минутында Манчестер Юнайтед гол соқты. Ойынның үздік ойыншысы Жао Феликс атанды. Егер манчестерліктер осы ойыннан сабақ алып, келесі ойынға жақсылап дайындалмаса, онда олардың жағдайы қиын. Ойыннан соң Криштиану Роналду өз ойымен Instagram желісіндегі парақшасы арқылы бөлісті. Мадридке оралу бұл керемет. Бұл қала маған футболды үйретті десем де болады. Бұл қала менің өз үйімдей болып кеткен. Ал матчқа келер болсақ, нағыз тартысты ойында ойнадық. Сол себепті бұл Чемпиондар лигасы. Бүгінгі ойын тең аяқталғанымен біз бұл мәселені өз алаңымызда шешуге мүмкіндігіміз бар. Себебі Олд Траффорд армандар театры, деп жазды Роналду. Чемпиондар лигасының бомбардирлер кестесіне көз жүгіртсек, бірінші болып Аякс ойыншысы Алле 11 голмен келе жатса, оның артында Левандовский 9 гол соққан. Ал үздік үштікті Мохамед Салах 7 голмен түйіндеп тұр. Осылайша бүгінгі видеомыз аяқталды. Мәңгілік футболды көруді ұмытпайық. Біздің әр шығарылымызды қолдап жүрген көрермендерге рахмет. Келесі видеода кездескенше.